Алдағы уақытта зейнетақыға қатысты көптеген жаңалықтар болуы әбден мүмкін. Ресми орган өкілдерінің өзі айтқандай, зейнетақы индексациялануы мүмкін. Оған доллар бағамының аспанға ұшып кетуі, қымбатшылық, инфляция бәрі де әсер етері анық. Сондықтан да бір өзгерістің орын алуы әбден мүмкін. Ал зейнетақы жинақтары туралы әңгіме бөлек. Инвестициялық кірістің арқасында азаматтардың зейнетақы активтері қысқа мерзімді құлдырауларға қарамастан тұрақты өсу үстінде. Валюта бағамдары жинаққа қатты әсер ететіні белгілі. Белгілі болғандай, қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарын қорғау мақсатында қаражаттың бір бөлігі үнемі долларда сақталады. Ұлттық банк басқаратын зейнетақы активтерінің 40,21% шетел валютасы құрайды. Әрине доллар бағамы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражаттың жалпы көлеміне қатты әсер етеді. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Кейбір қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының азайғанын байқаған. Бұған қаржы нарығындағы жағдай мен теңге бағамы сияқты бірнеше факторлар әсер етті. Зейнетақы жинақтары бар әрбір қазақстандық бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке шотында сақталған нақты соманы өз бетінше біле алады. Сонымен қатар кейбір қор инвесторлары жинақтарының айтарлықтай азайғанын анықтады. Әсіресе зейнетақы активтерін басқарушылардың 2024 жылы алған инвестициялық кірісі 3,44 триллион теңгеден асқанын ескерсек, бұл бір түрлі болып көрінуі әбден мүмкін. Бұл ретте бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының хабарлауынша, бұл жағдайда таңғаларлық ештеңе жоқ. Жинақ қазақстандықтардың жарналарынан ғана емес, сонымен қатар белгілі бір кезеңдерде құбылып, шоттардағы жалпы сомаға әсер ететін жинақталған инвестициялық кірістен тұрады. Біріншіден, соңғы сомаға акциялардың, облигациялардың және басқа құралдардың бағасы үнемі әсер етеді. Олар өзгерген сайын инвестициялық кірісте өзгереді. Жыл ішінде жекелеген құралдарды нарықтық қайта бағалауға байланысты біз бағалы қағаздар құнының өзгерін байқауға болады. Демек, нарықты қайта бағалаудан түсетін кірістер де белгілі бір кезеңдерде оң және теріс болуы мүмкін. Қор бағаның ауытқуын осылайша атап өтті. Көптеген сыртқы факторлардың соның ішінде геосаяси факторлардың да ықпалында болары анық. Екіншіден, валюта бағамдары жинаққа қатты әсер етеді. Белгілі болғандай, қазақстандықтардың зейнетақысын қорғау мақсатында қаражаттың бір бөлігі үнемі долларда сақталады. Ұлттық банк басқаратын зейнетақы активтерінің 40,21% шетел валютасы құрайды. Әрине доллар бағамы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражаттың жалпы көлеміне қатты әсер етеді. Қор оң немесе теріс динамика толығымен қолайлы екенін және қысқа мерзімді индикаторлар негізінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы активтерін басқарушылардың инвестициялық саясатының тиімділігін бағалау мүмкін емес екенін атап өтті. Қазақстандықтардың жинақ ақшасына мемлекет кепілдік беретіні белгілі. Демек, басшылар бұл жағдай қызылға түскен жағдайда да азаматтардың шығыны зейнеткерлікке шыққанда өтеледі. Жеке компаниялар басқаратын ақшаға да кепілдік беріледі. Ең бастысы, инвестициялық кірістің арқасында азаматтардың зейнетақы активтері қысқа мерзімді құлдырауларға қарамастан тұрақты өсу үстінде. Бұл көңіл тоғайтарлық жағдай. 1 қаңтардағы жағдай бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталған қаражаттың жалпы көлемінің 42%-ын құрайды. Нәтижесінде 1998 жылы жинақ жүйесі құрылғаннан бері инвестициялық кіріс 979,95%-ға жетті.
Инфляция бұл кезеңдегі 827,78 пайызды құрады. Еске салайық, зейнетақы жинақтарының жалпы көлемі 23 триллион теңгеге жуықтады. Бір жыл ішінде олар 27,6 пайызға өсті. Демек, алдағы уақытта да зейнетақы жинақтары ұдайы өсіп отырады. Бұл мемлекеттің кепілдік беретін жағдайына жатады. Яғни қазақстандықтар зейнетақы қорындағы жинақтарына қауіптенбесе де болады. Алдағы уақытта зейнетақының жинақтарына байланысты тағы да біршама жаңалықтар орын алуы әбден мүмкін.